Бізде бүгін жақсы жаңалық. Мен азаматтық сотта да, қылмыстық істе де өткізілген сот медициналық сараптамасы жалған диагноздар қойылған жалған анықтамаларға сүйеніп шешім шығарғандығын айтып келген болатынмын. Алматы қаласы Медеу ауданының прокуратурасы және қала прокуратуралары менің қолымда дәлелдерім бола тұрса да, сіз айтып жүрген құжаттарға сот медициналық сараптамалары сүйенбеген деп жауап берген еді. Мен әділет министрінің қабылдауында өзімнің 4 мәселемді көтерген кезімде министр тиісті мекемелерге осы көтерілген айтылған мәселенің барлығы тексерілсін деп қатаң тапсырма берген болатын. 1 ай тексеріліп, менің бірінші осы сот медициналық сараптамасы бойынша бүгін жауап келіп отыр. Жауапта марқұм болған кісіге өткізілген психологиялық, психиатриялық сот сараптамасы сіз көрсеткен анықтамаларға, куәгерлердің айғақтарына және тергеуші жіберген 5 томдық қылмыстық іске сүйеніп шешім шығарған деп көрсеткен. Және бұл жерде тағы да айта кететін жайт, азаматтық сотта шындықты айтып менің жағыма куәгерлік еткен адамдар қылмыстық істе де куәгерлік етіп, екі істе екі түрлі жауап берген. Bir адамның екі түрлі жауап беруі мүмкін емес. Тергеуші Бағлан Баймурзин өз ісінде қылмыскерлердің қылмысын жасыру үшін жұмыс жасады деп ойлаймын. Себебі көптеген адамдардың сөздері бұрмаланған. Мүмкін қаншама адамды жауапкершілікке тартып, қаншама адамды қызметтен босатқанша бір адамды алдап құтылайық деген шығар. Енді бұл өзімнің жеке ойым. Менің де өз қазағыма қастандық жасағым келмейді. Менің мақсатым қылмыскерлерді құрту емес, шындыққа жету. Сондықтан бауырлар, біз өзіміз құртуды доғарайық. Себебі алмақтың да салмағы бар деген атам қазақ.